кейін стресс қазіргі данный момент ыстық суықта жақсы жұмыс істейді. Одан кейін гүлдерін, түйнектерін, мына жерлерін, мынандай жерлерін бақуат қылады. Қазір мынаны сіздерге жапырақ алып тастайын. Көрдіңіздер ме? Жаңадан кейін қандай разжоктар пайда болып отқан. Осыларды мыналар бутонға неге жіберіп алды. Именно тепличныйға жақсы екен. Көрдіңіздер ме, түптерін кешегі берген комплекснізден кейінгі осындай дәрежеге жетті. Енді мынау дальше осыны салқында берілетін, салқында жұмыс істелінетін удобрениялар. Ачы су, тұзды жер, стресс, ыстық суға, мына гүл түйнектеріне бәріне жәрдем береді. Дәл қазіргі уақытта салқында жақсы жұмыс жасайтын витаминдер ғой бұл. Осындай салқында, осыны салқында Құда қаласа сіздерге қазір береміз, көрсетеміз, соның результатын көрсетеміз. Любой нәрсенің результатын көріп істеген жақсы болады. Барлығын үзбей видеомен жіберіп отырық қой, көріп жатсыздар барлықтарыңыз. Бірінен кейін бірі. Уже гүлге кетіп жатыр ғой, мына көрдіңіздер ме? Екінші партия гүлге кетіп жатыр. Тоқтамай кетіп жатыр. Дәу гүлдері Құда қаласа осы удобрениядан кейін көрсетеміз тағын сіздерге. Маңғаш. Екінші партия ғой гүлдеп жатқан достар. Иә, мына бірінші, мына екі, мына тағын жіберіп жатыр. Кейінге гүлге өте жақсы жұмыс жасайды. Бұл қазіргі беріп жатқан біздің витамин комплексный витаминдеріміз өте мынандай қылып, маточный қылып көшет шығарып жатырық. Мына уже бір апталығымыз. Құда қаласа 20 күндерде дайын болып қалады. Қандай әдемі болып келеді. Өткенде шіреге қарсы да берген едік қой. Шіреге қарсы бергенбіз оны. Ешқандай шіре міне ақшыбын барлығы кетті ғой міне. Ешқандай несі жоқ, әдемі болып келеді. Құда қаласа диқандар, Құлпынайдың диқаншылары осыған қарап әрекет жасай беріңіздер. Нұржан аға, енді бұл жерде Нұржан ағаны білесіздер, полный барлық нәрсені эксперимент жасап, өткізіп, көзімен көріп, қолмен ұстап, сіздерге сосын ары қарай бөлісіп жатыр. Барлық білімін өзінің қолынан келгенше барлығына. Сол үшін барлығыңыз қолдап, хабарын алсаңыздар болады. Любой кезде жәрдем беруге уәде береміз. Өзіміздің Қазақстан дами берсін. Құда қаласа диқаншылыққа береке. Құлпынай кәсібіне, болмаса құлпынайды өсіруге, басқа да жұмыстарға қызығып жатсаңыздар, теплицада ашық жерде өсіруге қызығып жатсаңыздар, бізге байланысқа шықсаңыздар болады. Нұржан аға өзі обучение өтеді. Үйретеміз, ашық жерге де маңғырашы. Қандай әдемі. Әдемі, еще гүлдеп жатыр. Түйнектеп жатыр. Бияғынан тағым ат келіп жатыр. Қараңыздар ма? Үстіне қараңыздар ма? Тағым келіп жатыр. Әдемі. Құда қаласа дәл осылай көктемде де шығарамыз. Ал диқаншылыққа сәттілік, Құлпынай ағалары.